Келесі 1260 есеп. Ұзындығы 18 метр шілтерді өлшеуіш құралды пайдаланбай қайша ұзындықтары 15 метр 3 метр бөлікке бөліп алу керек дейді. Басында 18 метр болып тұр ғой. Соны біз 3 бөлікке бөліп алайық. Сонда ол 6 метрден түседі. Енді 6 метрді тағы да 2 бөлікке бөлейік. Сонда ол 3 метр болады. 3 метрді алайық, және қалғаны 15 метр болып қалады. Сонда 3 метрді қиямыз. Қалғаны 15 болады. Келесі есебіміз 1261. Шеңбер бойында 8 нүктені 2-ден неше кесіндімен қосуға болады дейді. Шеңбердің бойында 8 нүкте бар. 8 нүктені біз 7 нүктемен қоса аламыз. Ал келесі біреумен қосып қойдық қой, енді 6 нүктемен қоса аламыз. Дәл солай 5 нүктемен қосамыз, 4 нүктемен қосамыз, 3, 2, 1 нүктемен. Енді осының қосындысы бізде 28-ге тең болады. Сонда 28 нүкте қосындысын алуға болады екен. Келесі 1262 есебіміз өрнекті ықшамдаңыздар. Біріншісін жазайын. 3х қосылған 5 қосылған 4х. Жақшаны бірмен-бір көбейтіп ашып шығамыз. 3-ті х-ке көбейтетін болса 3х қосылған 15 қосылған 4х. Нәтижесі 7х қосылған 15-ге тең болады. Келесі екіншісін шығарайық. 8, 7 қосылған 2 азайтылған 3х тең. 8 мен 7-нің көбейтіндісі бізде 56-ға тең болады. Қосылған 8х азайтылған 3х тең 56 қосылған 5х. Келесі үшіншісін шығарайық. 9х азайтылған 7 қосылған 6х тең. Бірмен-бір көбейтетін болсақ 9х азайтылған 63 қосылған 6х болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. Мынау бізде 6. 9х-ке 6х-ті қосатын болсақ 15х азайтылған 63-ке тең болады. Келесі төртіншісін шығарайық. 5х қосылған 8 азайтылған 11 тең. 5х қосылған 40 азайтылған 11. Ұқсас мүшелерді біріктіретін болса, қосылған азайтынның нәтижесі тең болады 29-ға. Келесі 5-шісін шығарайық. 2, 13 қосылған 2 азайтылған 15 тең. Көбейтетін болсақ 26 болады. Қосылған 2х азайтылған 15 тең. 2х-ның өзін жаз қойын. Азайтатын болсақ 11-ге тең болады. Қосу 11. Келесі 6-шысын шығарайық. 6х қосылған 5 қосылған 2х тең. 6х қосылған 30 қосылған 2х тең. 8х болады. Қосылған 30. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 1263 есебіміз. Суретте центр А нүктесі болатын бірінші дөңгелек және центр В нүктесі болатын екінші дөңгелек кескінделген. Бірінші дөңгелекке екінші дөңгелекке де тиісті дейді. Яғни екеуінің ортасында орналасқан L нүктелері екен. Екінші сұраққа жауап берейік. Бірінші дөңгелекке ғана тиісті. Яғни бірінші дөңгелекке тиісті. Ол бізде КАП. Яғни бірінші дөңгелектің бойында орналасқандары. Ал
екінші дөңгелекке ғана тиісті, ол бізде F және V нүктелері болады екен. Келесі 1264 есебін шығарайық. Жердің диаметрі шамамен 12700 километр. Жердің диаметрі Юпитердің диаметрінен 11 есе кем деді. Юпитердің бірінші диаметрін тауып алайық. Ол дегеніміз жердің диаметрінен, ол бізде 12700 көбейтеміз 11 санына. Сонда нәтижесі 139.700 километр болады екен. Бұл бізде Юпитердің диаметрі. Енді оның радиусын табу үшін осыны бөлеміз 2-ке. Радиусы тең, онда 139.700-ді бөлеміз 2-ке. Сонда 69.850 километр оның радиусы болады. Диаметр дегеніміз, ол бізде 2 еселенген радиуске тең. Сондықтан да 2-ке бөліп алдық.